Хакас тілінің көні шарлық барған сонан оқ Национальный библиотека «Жүрен тілім, хакас тілім» аттығы диктант ертерерге шарыдыр алыбысқан. Ол шапсық проект 2010 жылда жұштысға керілген. Ол шөрімге аймық шастық 700 азыр кізі үндескен. Олар постың пілізін сынықтерға пайрым ғашылы келгенер. Бастағы диктантға Николай Домажаковтың ұрықы алды романының кезік алылған. Анан пер шақсы кебір ұзырыдылшы бүлгі диктант үгіретші пазы көстік жешіліна шарыдылған. Хазнады шарлылған өнітін жылды ученый филолог Лариса Чебадаева бозы пасқан шоқ кезегін хығырыр өліс түс барған. Андығымыдық диктанттар пасылшын өзі хакас тілінің андығы диктант бірдезі еще пасқалық болған бірдезінің. Пісандығы немені сағын олғыз. У диктант біздің еще екі формы пастыры пасылшы. Прецизы тіріге келіп библиотекада, площадкада. Икінжі формазы интерактивный компьютер хостера. Анды пилен тексті, орфограммалар, пунктуацияларды ұртызын баз бұдырға. Интерактивный формазы олғынларға студенттерге инхыны. Национальная библиотеканың пастағы площадкасында саңайлы шетір одырғанар. Паршызы хакас кафедрасының студенттері Хайзада институты тосы балаларына үгредер. Улығда кізлер пошөрімді қынып арылышшалар пастағызына немес. 18 жылды біздің Алтай аймақты ашан алының ағылғанна біздің біз анды аралысқы басқа бұсымаға шақсы білдір барған табір тілі бұранығы грамматикасын табір тілі вообще-то мен ұғыранмем қазық школаларда тосқан 10 класс, 11 класс даже вечерний школаларда ұғыранған табір тілі грамматикасын біртегін Хакасының город аймақтарында диктант пазарға аймақ шастық олыс бір тұсты одырабысшы. Национальный библиотека пүл диктантқа 4 орын көрсалған. Посты сынықтер ондай по айтозы перелер. Шысыйықтар пос келіп, ең артық басылғанна кізлерге шетерілер. Наталья Табакова, Дмитрий Симонов, хабарларға.